Қанатын кеңге жайған қырандалам, Түркістан, тарихы мол тұрандалам, қаншама баһадүрлер бұл мекенде аттан деп атой салып ұрандаған. Таусылмас шежіресі даласының, кешегі яссы Шауғар қаласының қандармен билер өткен бұл өлкеде, ай бұны асқақ тұрар алашымның. Әлемге мәшһүр болған ғажабаты, яссауи күллі түркі қазанаты, әлі де сол қалпында жарқырап тұр әмір темір соқтырған мазараты. Қаратау шыңдармен жарасқандай, күмбезі көк аспанмен таласқандай, әлемді сәулетімен сүйсіндірген бабаның кесенесін қарашқандай. Тарих боп бүгінгі күн қалады екен, әр тасы Түркістанның бағалы екен. Киелі қасиетті бұл өлкені ғажайып демесіңе болам екен. Тарихын танып білген ел өседі, Түркістан күллі жұрттың келешегі. Мағжан ақын білмесе қасиетін, екі дүние есігі демеседі. Қаншама сыр ашылмай жатыр әлі, аңыз боп қала бермек топырағы. Түркістан күллі жұрттың мақтанышы, Түркістан ұлылардың атырабы. Құрметті түркістандықтар, бүгін Түркістан облыстық жазушылар одағының филиалымен Түркістан облыс әкімдігінің ұйымдастыруымен ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай тәуелсіздік жырлары атты челленджді бастағалы отырмыз. Ендеше осы челленджге өңірдегі барлық ақын жазушыларды бір кісідей атсалысуға шақырамын.